оқушылар. Отырыңыздар. Бүгінгі сабаққа көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Өте жақсы, тамаша. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Үй тапсырмасы қандай еді? Тансая? Ғаламдағы ғажайып ғимараттар. Ғаламдағы ғажайып ғимараттар. Яғни біздер осы тапсырманы бере отырып, қазір үй тапсырмасында берген ережелерді қайталап келіңіздер. Соның ішінде неологизм. Неологизм дегеніміз не? Неологизмдер дегеніміз жаңадан енген сөздер. Жаңадан енген сөздер. Жақсы отыра ғой, рахмет. Ал енді сөздердің байланысу түрлерін кім атайды екен? Сөздердің байланысу түрлері. Жансая атайды ғой. Матасу, меңгеру, қабысу және жанасу түрлері бар. Яғни сөздердің түрлері дұрыс, өте дұрыс. Енді оқушылар бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымыздың тақырыбын бастамас бұрын мына суретке назар аударайық. Ойланайық. Бұл суреттер сізді қалай ойға жетелейді, не бейнеленген, сіздердің ойларыңызша тақырып не жайлы болмақ. Ал осы суреттер бойынша бүгінгі жаңа сабағымызды ашып ала қояйық. Мазарлар. Я ескі мазаларды көріп отырсыздар, сосын кесене өте орынды, сосын қай қазан. Міне оқушылар, енді осы жаңағы тақырыбымызды ашып алу үшін біздерге ең бірінші тұрған суретке кімнің? Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Олай болса, жаңа тақырыбымыз Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Дәптерімізді ашып жаза алайық. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Жалпы, бүгінгі тақырыбымыз бізге бұрыннан таныс па? Яғни Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай қалада орналасқан? Түркістан қаласында орналасқан екен. Енді осы Түркістан қаласында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің бұнда ең бірінші біздер Меккеге жатқызамыз ба осы кесенені? Меккеге жатқызамыз ба? Екінші Мекке деп атайды екенбіз. Олай болатын болса, оқушылар, бүгінгі жаңағы тілдік бағдарымыз сөйлем. Сөйлеп жағдайымыз сөйлеп. Яғни сөйлеп қазір жаңағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кейін мәтінге ораламыз. Сөйлем. Жалпы біздің жаңағы қазақ тілінде сөйлем бір жақты жаңағы бір шама тиянақты ойды білдіреді. Сөйлемнің ішіне көбінесе жаңағы түрлеріне хабарлы, сұраулы, бұйрықты, емді сөйлемдер деп бөлеміз. Хабарлы сөйлем дегеніміз бір оқиғаны хабарлап айтады. Ал сұраулы сөйлем бұл сөйлемде жаңағы сұрау арқылы бір-бірімізге жаңағы сұрақ қою арқылы немесе осы жаңағы сөйлемді біздер жаңағы сұраулы сөйлем дейміз. Бұл хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қойылатын болса, ал сұраулы сөйлем соңында не қойылады? Сұрақ белгісі қойылады. Енді келесі жаңағы бұйрықты сөйлем.
бұйрықты сөйлем, сөздегі жаңағы сөйлемді бұйыру, бір жаңағы нәрсені бұйыру айту арқылы жаңағы сөйлемнің біз жаңағы бұйрықты сөйлем дейміз. Бұйрықты сөйлем, енді лепті сөйлем дегеніміз бұл жаңағы көңіл күйге байланысты айтылған сөйлем. Сөйлемнің соңына не ойлады шығар? Леп белгісі қойылады екен. Ал енді сөйлем және тағы да құрылысына қарай жай және қырмалас сөйлем деп екіге бөлінеді. Жай сөйлем дегеніміз тек қана бір ғана сөйлемнен тұрады. Ал қырмалас сөйлем дегеніміз екі немесе одан да көп жай сөйлемнен тұрады. Міне оқушылар, бүгінгі жаңағы біздің тілдік тақырыбымыздағы сөйлемнің түрлеріне және жаңағы құрылысына біздер баға беріп айтып кеткіміз келген. Енді бүгінгі сұрағымызды ары қарай жалғастыру үшін біздер тапсырмалар орындаймыз. Бүгінгі сабақта жаңағы негізгі ойды анықтаймыз, мәтіндегі мәліметтер мен пікірлерді өңдейміз және көтерілген мәселеге қараймыз, сөйлемге қажетті тыныс белгілерді қоямыз. Бірінші тапсырма, мәтін берілген, осы мәтінді түсініп оқиық. Біздер де оқиды, жайдар оқиғы мәтінді. Орталық атжаймын. Орталық Азияның ислам өнерінің тарихи дәуірленуі бірнеше кезеңге бөлінеді. Мұсылман архитектурасының маңызды бір кезеңі Әмір Темір дәуірі. Қазіргі заманда Әмір Темір дәуірінің сәулет өнерінің туындылары кең жерлерде сақталған. Әмір Темір негізін қалаған орасан зор мемлекетте әртүрлі өнер салаларының қалыптасуы мен дамуына көп көңіл бөлгені белгілі. Әсіресе қазіргі Орта Азия, Ауғанстан және Иран аймақтарындағы сәулет өнеріне ерекше көңіл бөлгені анық. Орта Азия сәулет өнері тарихында Әмір Темір дәуірі тұсында мұсылмандық сәулет өнері дамуының жаңа кезеңінің басталатынын айқындайтын маңызды сапалы өзгерістер қалыптасты. Бұл кезең 17 ғасырдың соңы мен 15 ғасырда қамтиды. Халық сәулет өнері Әмір Темір дәуірінде гүлденген туралы Кастилия мен Леон патшасының елшісі Клавдио былай деп жазады. Әмір Темір және оның ұрпақтары қалыптастырған діни экономикалық өркендеуді ынталандырудың негізі болып табылады. Осыған байланысты Иран мен Орта Азияда сансыз ғимараттардың салынуы сәулетшілерді шабыттандырды және шабыттандыра түсті. Қонған жерлер ерекше көңілге алынды. Бар ғимараттар қайта жаңғыртылды және әшекейлендірілді. Көптеген жаңа кесенелер салынды. Яғни ары қарай жалғастырып оқимыз. Әмір Темірдің көркем мұрасын Орта Азия өнер тарихының жарқын беті деп айтуға әбден болады. Бұл тұстағы сәулет өнерінің туындыларының ішінде Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі ерекше орын алады. Аталмыш ғимарат Әмір Темір дәуірінің сәулет өнерінің алғашқы туындыларының біріне жататыны белгілі. Ақсарайдың маңдайында Әмір Темір мынадай ұран жаздырған: біздің қуатымызға, күшімізге күмән келтірсең, біздің салған ғимараттарға қара. Расында да бұл ғажайып сәулет өнерінің туындысы өз бойында ертеде келе жатқан жергілікті және шығыс мұсылман құрылыс тәжірибесін жинақталған бірегей ғимарат. Айдейінға веб-сайтынан. Енді осы бірінші тапсырмаға байланысты негізгі мәтін оқылды, яғни енді негізгі ойды анықтайды. Алдыңызға қойып
дәрістерімізге негізгі ойды анықтап жасап қояйық. Осы берген мәтіннен негізгі ойдың жасап қояйық. Olsa ayaklanmışlar. Ayaklanıp kazansa yapıyorum. Негізгі ойды Біріншісінде әмір темір дәуірі тұсында мұсылман сәулет өнері дамуының жаңа кезеңі. Екінші, әмір темір дәуірінің сәулет өнерінің алғашқы туындысы және ғажайып сәулет өнері негізі. келсі. Әр бұл Айша өтеді. Ayşe öpüyor. Әмір темір дәуірі тұсында мұсылмандық сәулет өнер дамуының жаңа кезеңі. Әмір темір дәуірінің сәулет өнерінің алғашқы туындысы ғажайып сәулет өнері. Отырalım. Okuşlar kız bebeği neyse işçisiyeti var. Önünde tağımızın şimdi teminci жерде анықтамасын сәйкестендіріп көрсету, сол ішінде жаңағы даралаушымыз ерекшелігін тойдың ағашын ажыратуға байланысты біздер қазір сәйкестендіре қояйық. Если что, давайте